Benim adım Aykımız. Aykımız ekөөбүз тәжірибе жасаймыз. Tecrübe izleseniz. Тәжірибеге не керек саған? Yot gerek. Su gerek. Крахмал gerek. Жақсы жиі қояйық крахмал суларды. Крахмал, йод, қасық. Бірінші стаканға Mına крахмалды. крахмалды қосамыз. Барлығы еріп кеттісің бе? Дұрыс. Сосын да Екінші стаканға yot koyamız. Дұрыс. Енді крахмалдағы салынған суға не қосасың? Yot. Йод қосып көрейік. Су өзгере ме екен? Енді осыны қасықпен араластырамыз. Дұрыс. Құрылымы өзгереді екен. Крахмал мен бір йод араластырғанда оның құрылымы өзгереді екен. Түсі өзгерді ме? Қандай түс болды? Қою? Koyu koku болды. Ал йод сол қалпында қалды. Kızıl sarı болды. Жақсы, саған тәжірибесі алып ұнады ма? Ұнады. Йодта неге пайдаланады осы йодта? Mamalarga жағуға қолға. Қол жарақат жасағанда қоюға пайдаланады. Ал крахмал неге пайдаланады мамалар үйде? Mamalarga торт пирог жасағанда пайдаланады екен. Сау болыңдар балалар. Сау бол балалар.